Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қамыры езілмей әрі жыртылмай пісетін, дана болып шығатын пельмендердің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл видеода пельменнің қамырын қалай дұрыс үйлеп әрі жаюды және де жыртылмай пісуінің өз құпияларын ашып айтатын боламын. Сондықтан видеомды соңына дейін қарап, тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Ең алдымен тұшпараның қамырын илейміз. Ол үшін бізге таразы керек болады. Ұнды алдын ала електен өткізіп дайындап алдым, және де оны ыдысымызға таразымен өлшеп саламыз. Енді осы ұнымызға ортасын кішкене ашын қарап, бір орташа жұмыртқаны жарып саламыз. Және де құятын суымызды да өлшеп аламыз. Бөлме температурасында тұрған салқын су жарайды. 500 грамм суға 200 граммдай су қажет болады. Және осы судың үстінен бір ас қасық толтырмай тұз салып, жақсылап осы судың ішінде араластырып, тұзын ертіп аламыз. Бір ас қасық сұйық май үстінен қойып, осы массаның үстінен суымыздың барлығын қойып, қолымызбен жақсылап қаттылау етіп қамыр илейміз. Мендегі ұн бірінші сұртты Дарат фирмасының ұны. Тұшпараның қамырына бірінші және жоғары сұртты кез келген ұн жарай береді. Қамырды басында илегенде қатты болып тұрады, кейін бір тындырып қойғаннан кейін сәл жұмсарады. Одан еш уайымдамаңыздар, қатты болып қалатын болды қамырым деп. Осы көрсетілген описание бөлімінде көрсетілген бойынша жасайсыздар. Мен сәл жетпей қалды, бірақ барлық суды қосқанда менде жалпы 200 грамм су және 500 грамм ұн кетті. Қамырды қатты етіп илейміз. Қазір сәл 15 минут бір тындырып қойған соң қамырымыз аздап жұмсарады. Қамырды жақсылап илеп болған соң 15 минутқа тындырып, бетін жауып қоямыз. Оған дейін біз салмасын дайындаймыз. Бұл жерде менде 500 грамм фарш, сиыр еті, қой етінен де жасасаңыздар болады. Жас малдың еті болса тіптен жақсы, тез піседі. 500 грамм фаршқа 750 грамм пияз қосамыз. Пиязды мен осылай алдымен кішілеу етіп турап алып, осындай погружный блендерде езіп аламын. Сіздер егер погружный блендер болмаса, теркамен жасасаңыздар да болады. Терканың ірі көзінен өткізіп аласыздар. Осылай майдаланғанша өткізіп алдым. Енді барлығын осылай өткізіп алған соң, фаршының үстіне суын сырғытып құятын боламыз. Мінекей видеода көрсетілгендей етіп, пияздың осылай суын шығарып аламыз. Су бізге қажет емес. Ол осы пельменнің, яғни тұшпараның қамырының езілмей пісуіне бірден бір құпиясы деп айтсам болады. Осылай жасауға ерінбеңіздер. Осылай жасасаңыздар, пельмендеріңіз ешқашан езілмей, дана болып пісетін болады. Үстінен бір ас қасық тұз салдым, және де қалауыңызша қара бұрыш салып, жақсылап қолымызбен араластырып дайындап қоямыз. Қамырымыз 15-20 минут тұрды. Енді осыны жақсылап тағы да бір рет қайтарып аламыз. Сол кезде бізге қолымызға ыңғайлы, өте сондай эластичный қамыр, мінекей жылтырақ қамыр дайын болып шықты. Тағы бір 5 минут тұрған соң жайып бастайтын боламыз. Ал оған дейін мен тұшпараның сорпасына қажетті көкөністерді тазалап, осылай турап алдым. Пияз бен сәбіз және картоп керек болады. Осы жерде айта кететін жайт, әркім пельменнің сорпасын әртүрлі дайындайды. Менде осылай көкөністерді қуырып алып, үстінен су құйып, және дайын болған соң пельмендерді салып пісіріп аламын. Ал егер сіз бұлай жасауды қаламасаңыз,
жай ғана сорпаны суды қайнатып, үстінен пельмендерді пісіріп, үстінен аздап подлив дайындап жей берсеңіздер болады. Біздің отбасымызға осылай ұнайтын болғандықтан осылай жасап алдым. Аздап қана май құйып, бірінші пияз бен сәбізді қызарғанша қуырып аламыз. Үстінен тұз, приправа салып, картопымызды салып, үстінен суды құйып, дайындап қоямыз. Одан кейін пельменнің қамырын жаюға кірісеміз. Сорпаға дәм беру үшін қатырылған қызанақ пен бұрышты салдым және 2 тілше сарымсақ қостым. Ал енді қамырымызды жайып бастаймыз. Қамырды жаюдың да өз ережелері бар. Қазір оны сіздерге бөлісетін боламын. Алдымен жақсылап оны сеуіп алып, осылай қамырды зуаланы сәл үлкейтіп аламыз. Қамырды қолмен үлкейтіп алған соң, оқтауды алып, осылай X ретінде сызып, ең бірінші ортасынан бастап жайып бастаймыз. Одан кейін келесі ортасын жаямыз. Осылайша қамырымыз тез үлкейетін болады. Осылай жасап көріңіздер. Одан кейін қамыр тегіс шығу үшін қамырды жайғанда үстінен қатты қолмен баспаймыз, қатты салмақ түсірмейміз. Сол кезде қамырымыздың барлық шеті бірдей жайылатын болады. Және де шеттерінің арасында кішілеу оқтаумен жайып тұрған дұрыс, өйткені мүмкіндігінше ортасы жұқарып, тез жан жақтары қалың болып қалуы мүмкін. Сондықтан кішілеу оқтауды пайдаланып, осылай жан жағын жайып аламын. Менде осындай үлкен қамыр шықты. Егер де сіз бұндай үлкен қамырды жая алмайтын болсаңыз, осы қамырды 2-ге бөліп, кішілеу 2 суала жайсаңыздар болады. Пельменді осылай домалақ формамен сызсаңыздар да болады, немесе мен сияқты осылай қамырды видеода көрсетілгендей етіп жинап аламыз, және де бір тегіс етіп сызғыштың көмегімен 5 см квадрат сызып аламыз. Дегеніміз барлық жағы 1,5 см фигура, яғни 4 бұрышты біздің пельменіміздің 4 жағы да 1,5 см болса, пельмендердің размері бірдей көлемде болады. Барлығын бірдей етіп кесіп алған соң түйіп бастайтын боламыз. Ал басқа қамырларды орамалдың астына жауып қоямыз, өйткені тез қаязып қалады, қатып қалады. Әр қамырдың ортасына үлкендеу етіп бір шай қасықпен фаршын салып түйіп шығамыз. Жан жақтарын қолмен қаттырақ басамыз. Суға салғанда ашылып кетпейтіндей болу керек. Дайын болған пельмендерді қайнап тұрған сорпаның үстінен салып, 15-20 минут қайнатып пісіріп аламыз. Сорпамыз бір бұрқ етіп қайнаған соң, бетін жауып, астын жай басып, жай отта қайнатамыз. Қатты қайнайтын болса, тұшпаралар ашылып кетуі мүмкін. Ал қалған тұшпараларды мен осылай тақтайының үстіне түйіп, бетін пакетпен жауып, мұздатқышқа сақтап қоямын. 2 айға дейін сақтауға болады. Мінекей осымен тамағымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Менің балаларыма қатты ұнады. Үстінен аскөк турап салсаңыздар, немесе майонез, айран қосып ішсеңіздер, тіптен керемет болып үйлеседі. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Міндетті түрде сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Осы рецептпен жасап, отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Құрметті оқырман, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.